мынаны айтамын да, мына кішкентай балық қайдан пайда болған? Қайға кетіп қалдым? Мына жақта не тамақ жоқ, немен қоректенеді, ана титтайлардай қимылдап жүріп жатыр я. О, тоба. Мына жақта не кислород кірмейді, не тамақ жоқ, ештеңе жоқ. Өмір сүріп жатыр. Бұл жаңбырдан суы ғой, жаңбыр жауған ғой. Соны суы. Мына жақта жоқ, мына жақта да бір балық бар. Осында жүр ғой. Дым ештеңе жоқ, ана қалай пайда болды балық, қалай өмір сүріп жатыр. Мына мен жұмыс істейтін кафешка. Біз жұмыстамыз. Сен анау заказ ететін ең анандай затқа, соған заказ етіп кетсем, мен хорошая заварка. Хорошая заварка. Одна развиша. Хорошо. Сұхбат беріп жібересіз ба? Өл. Берсеңші, қалай ойлайсыз, Кореяға келіп жұмыс істеу тұрарлық па, тұрақсыз ба? Стоит, не стоит жұмыс істеуге? Қалай не стоит? Қанша жыл болды сіздің өзіңіз жалпы Кореяда жүргеніңізге? 4,5 жыл болды. 4,5. Шты. 4,5 жыл. Алғашы қиындықтарыңыз болды ма? Ең көзге түсетін қиындық қандай болды? Алғашы қиындық өте күшті қиын болды келген кезде. Ну, қазір пойдет, тіл білеміз, келгенде тіл білмейміз. Ең сонда тіл мам? Бірінші қиындық? Тіл, тамақ. Жиалмайсың тамағына. Жұмысы өте ауыр. Біз жақта, например, бір жарты сағат істесем, бір 5 минут отырасың ғой. Ол жерде бұндай. Біз жұмыстамыз. Тауға шығып жатырмыз. Мініп түсеміз. Где-то жарты сағат уақыт кетеді. Одан кейін 1 сағат ұйықтап аламыз да, қайтып жұмысқа кірісеміз. Яқта құрма ағаштары көп. Пісіп қапты ма? Езіліп тұр ғой. Пакет жоқ қой. Ана төбедеп тола, біздің қолымыз жетпейді. Мына жақ тау төмен түсіп кетеміз. Ана жақта қып-қызыл езіліп тұр екен. Ана жақта езіліп тұр екен. Смылды. Ана осындай жер. Телефоннан күшті көрінеді. Сияқты жатыр. Иә, помидор сияқты езіліп пакет алып шығу керек еді. Бір қолмен түсіре аламын бекен. Қалды ма жерге езіліп? Ашып атқан шығар. Осылай біз күніге тауға мініп шығамыз. Где-то 30 минуттай уақыт кетеді. Одан кейін жұмысқа барып демалып аламыз 1 сағаттай. 1 сағаттан кейін қайтып жұмыс басталады. Нақ пакет алып шықпадық? Қазір сен картонға түйеміз. Ұмаға жерде жатпайын. Мына тау тура мен жұмыс орным жанында ғой. Тау. Шешейін ба қартығымда? Ана жерге барайық, ана Қазір. Қан? Неше рет түсті. Езілді бейшара. Өлі ана жарамайды ау деймін. Осы жақта кей салу керек.
телефонда. таудың ішінде не деп шештік? Кешегіде қалай Тез болды ол кезде пали. Қорыққанымыздан. Ана жоғарға көтерілетін жол. Біз мына жақтан келдік. Айгу. Жез саламау деймін. Езіліп тұр. Қазір мен фартугымнан сумка істеп жатыр ғой көйлекке. Бәрін жасайтын болдық қой айналайын. Шеттегі. Өткенде күшті сумка жасайды. Бүгін сумкам келіспей ғой. Ну, пойдет. Сұққамаса ғой. Мына құрмаларына варенье істеу керек қой. Вот сумка. Ұзын болып кетті ма? Пойдет. Кеттім. Мына таудың ортасында баяғыда негізі мына цемент тұр ғой, жол саған ба, бір нәрсесі бар. Кейін почему-то жолды жауып тастапты. Ай. Не деген ғажап табиғаты Кореяның. Ну, орман ғой. Шешіліп жатыр ба сумкамыз? Сумкамыздың келіспей жатыр. Ренжіп жатырмын. Вот так пойдет. Вот так пойдет. Сумка. Қолым бәрі шірне. Не бойы шықпасың. Жоғарға көтеріп жатырмыз. Мына жақта көтеріп келдік. Күніге осылай тауға мініп түсеміз. Піскен құрмаларды теріп әкелеміз. Негізі Кореяда өтіп біреудің алмасына, құрмасына өсіп тұрған тесуге болмайды. Біз сол баяғы шыдай алмай кетеміз ғана, езіліп құр жерде мыжылып өсіп жатады. Сол үшін теріп әкелеміз. Бұяқта заң өте қатал, кәрістер біреудің затына тимейді. Орманда өсіп тұрса да. Ана жақ биік. Ай. Ана жақтан көтеріліп міндік. Яқада көтеруге болады екен, бірақ біз мына жермен жүреміз. Айналып жұмысқа қайтып бару керек бізге.
красный шапочка киіп алып кино түсірсек болады екен. Қасқырға баратырмын деп. Қасқыр қуып келатады ғой, апасына баратады ғой. Иә, орманда тау таста жүрген. Орман күшті. Мен қайдан ұрады. Кислород тұтатын. Иә. Мазар түсір. Бұлардан мынандай мазарды өсетіп көміп кетеді. Таудың ортасында қазып адам жерліп кеткен ғой. Не деген ну орман. Арасында жыландар бар шығар. Ана трасса ғой. Біздің кафе трассаның бойында. Айтпақшы, мен кафемді ауыстырдым ғой. Бұрынғы шашлык істейтін кафеден шығып, сиырдың қабырғасынан сорпа қайнататын, ет пісіріп жейтін кафеге келдім. Жұмысқа кірдім. То есть осы жақта да бір кісіні жерлеген екен. Бірақ ол бай кісі болған ау деймін кезінде. Өйткені әдемілеп таспен қажап жасап қойыпты. Пісіні да. Аты жөнін жасап. Яқа кәрістер стол қойып қояды. Бұл столда жылына бір рет келіп тамақтарын қояды. Осы яқа күріш қояды, ет қойып, фрукты қойып, тағзым етіп, жылына бір рет келіп кетеді. Бұл жерде 2 адамдық ау деймін. Үлкен екен. 2 адамдықын жерлеген ғой. Осындай. Күзде Корея күшті болады. Ана жақтың бәрі құрмалар ғой. Яқтың бәрі құрма. Біз таудан түстік. Осындай трассаның бойымен, осы жолмен жұмысқа барамыз. Жақтың бәрі тау. Мынау құрмалар тола. Иә, егіп қойған. Мынау да үйдің есік алды ғой. Гүлдерді егіп тастапты енді. Ол да ромашканың бір түрі ғой. Ромашканың бір түрі. Онда қорасы бар. Сиыр асыраймын. Мынаның ішінде, кәрістер қозғырық өсіреді ғой. Ағашта. Осы ағаштарда қозғырықтар өседі. Көп ағаштар. Осыларда қозғырық өседі. Мынаның бәрі теплица. Қозғырық өсірген. Қазір өспей тұр ау деймін жатты. Қозғырық көрінбейді. Бұлар қозғырықты өстіп теплицада өсіреді, неше түрлі. Көп ағаштарына тесік-тесіктер бар ғой.
сояқтарға ана тесіктерінен қозыйрықтар өсіп тұрады. Ұрықтарын осы ағашқа салады. Қозыйрықтың ұрықтарын осы тесіктен өседі. Мына. Мына теплица ғой. 3-4-5 теплица бар. Соңғы мына жақта мини заводы бар. Осы қозыйрықтар теріп әкеліп, осы жаққа упаковкаға салады. Срок годностін жазады да магазинге апарып өткізеді. Мына бұл да теплицалар бар. Біз 30 минут тауға мініп түстік. Жетіп қалдық. Яқта поля ғой. Кореяда почему-то поляның бетіне мына клёнка. Поляның бетіне осында қара клёнка төседі да. Мына тесіктерге егеді. Картошка болса картошка. Картошканың бұл емес бұл жаққа пияз, чеснок егеді. Мына тесіктерге чесноктар салып. Сөйтіп піскен кезде бірінші мына клёнканы шешіп алады. Содан кейін барып егістікті жинайды. Как паровой эффект бере ма, алманың түбіне де бұлар естіп клёнка төсеп тастайды. Келдік. Мына біздің кафенің иттері. Бұлар естіп үрей береді бізге. Бастықтың мәшинесі. Краса. Мынау мейрамхана біз жұмыс істейтін. Мына жақ постоянно үстіп бардақ болып жатады. Кәрістеріне тамыр десе өледі ғой. Тамыр десе, мына тамырдың бәрін алып кеп жайып қойыпты. Осыны сорпаға салып қайнатады. Мына жақта қойдың қабырғасына сорпа қайнатады мына жерде негізі. Соған мына ағаштарды салады. Мына ағаштың бәрін салады. Мына ағаштың бәрі. Сиырдың қабырғасын осы ағаштарды салып қайнатады. Мына дайындап жатыр сорпа қайнатуға. Үстіп осы біз мына жерде демаламыз. Часто. Мына жерде Гүлайым-әпке жатады, аяқта мен жатамын. Осындай. Газ полды қосып қойымыз. Жылып болып тұрады. 1 сағат ұйықтап аламыз. Мына біздің құрмалар ғой. Айтпақшыдай күніге теріп әкеп жүрген. Мыналар езіліп пісіп жатыр. Мынау да пісіп жатыр, мына езіліп жатыр. Біздің құрмалар, анау тамырлар, ағаштың, мынау асхана. Сол біздің күнделікті 30 минут жұмыс уақытысында тауға шығып келу. Осы менімен бірге аяғына шым болғандарыңызға рахмет.